Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. 30 жыл ел басқарған Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа не жасағанын көрдіңіздер. Жуық арада экс-президент туралы деректі фильмнің кезекті бөлімі жарыққа шығатыны туралы хабар тарады. Ағынан жарылу деп аталатын бөлімде Назарбаев ел басқарған кезеңде ағаттық жіберіп, қателік жасағанына қынжылатынын айтады. Деректі фильмнің үзіндісін елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай твиттерде жариялады. Үкібайдың атап өткеніндей, Назарбаев халықтан кешірім сұраған. Қазір ешкімге айтпаған бір құпиямды жария етейін сен үшін. Бұл тосын жаңалық болсын. Мені кешіруді сұраймын, маған өте қиын. Жүрек жұтқан ешкімнен қаймықпайтын адам жоқ бұл жалғанда, дейді Нұрсұлтан Назарбаев өзінің бастан кешкен қиындықтарын еске ала отырып. Бұдан бөлек экс-президент әдеттегідей қуғындағы банкир Мұхтар Әблязовке тоқталып, оның сатқындығын сөз етеді. Сонымен қатар орыс жері атты псевдомемлекет құрмақшы болып Шығыс Қазақстан облысының әкімдігіне шабуылдаған сепаратистерді еске алған. Осы сұхбатында елбасы Қырғызстандағы төңкеріс тұсында Асқар Ақаев пен Құрманбек Бакиевті ел көзінен тасалап ұшақпен алып шыққан кезде әңгімелеген. Назарбаевтың орыс шовинистері ұйымдастырған Шығыс Қазақстан облысындағы бүлікке тоқталғаны Кремльдің назарынан тыс қалмаған екен. Олар былай деп жазба қалдырды. 1999 жылы Қазақстанның күш құрылымдары елдегі орыс тілді аудиторияны мемлекетке қарсы қоймақ болды. Үй ішінен үй тігіп, сепаратизмді қоздырды деген айыппен 22 адамды, оның 12-сі ресейліктер қамауға алды. Бүліктің басы-қасында жүрген Пугачев деген лақап аты бар Виктор Казимирчук 7 жылға сотталып, 2006 жылы босап шықты. Былтыр қазіргі қазақ жері Ресейге сыйға тартқан аумақтан тұрады деп мәлімдеген Дума депутаты Никоновтың сөзі дипломатиялық дауға ұласты деп жазды Московский комсомолец. Жалпы тәуелсіздік алуымызбен қатар тұңғыш басқару міндетін атқарған 30 жыл билік салтанатын құрған Нұрсұлтан Назарбаев туралы сіздің пікіріңіз қандай? Төмендегі комментарийге өз ойыңызды ашық жазыңыз және каналға қолдау білдіруді ұмытпаңыз.